Мен Ыбырай Алтынсариннің ұрпағымын. Есімім Әйгерім. Қостанай қаласында тұрамын. Ұлы ағартушының ұрпағы болу, оның ұстаздық жолын жалғастыру мен үшін үлкен мәртебе. Көрікті қала Қостанайда өмірге келдім. Осында Ыбырай ата іргетасын қалаған мектепте оқыдым. Білім ордасын бітірген соң мұғалім мамандығына оқуға түстім. Еңбек жолым мектепте басталды. Қазір қаладағы нөмірі 19-шы мектепте ағылшын тілі пәнінен сабақ берем. Әйгілі Алтынсарин ұрпағы болғандықтан әр сабағыма тыңғылықты дайындалып келем. Ағартушы атамның атына кір келтіргім келмейді. Біздің әулетте прокурор, полиция, кәсіпкер және басқа да кәсіп иелері көп. Бірақ өзім ұстаздық жолды таңдадым. Әжемнің кеңесі де осы болды. Әжем Ыбырай Алтынсарин жөнінде көп білетін және үнемі құлағыма құйып отыратын. Арғы атам Балқожа биден Алтынсары мен Қошан тарайды. Қошаннан Оспан, одан Ахметбек, Ахметбектен Жүсіпбек, Жүсіпбектен Қасымбек, Қасымбектен менің әкем Әмір туады. Сонда мен Балқожа бидің тікелей 7-ші ұрпағымын. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң мұнда анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең басыларсың. Ата-анаң өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң ақырарсың. Шырағым, мұнда жүрсең нетер едің, қолыңа құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің. Бұл Балқожа би бабамның немересі Ыбырайға жазған өлеңі. Текті атаның тұяғы жақсы атаның жалғасы болған соң ба, үнемі жауапкершілік жүгін арқалап жүремін. Ізден істе жүремін. Алдымдағы оқушыларым көп білсін деген ниетпен өзім де көп ізденем. 3 тілді жетік меңгердім. Қазақша, орысша, ағылшын тілінде еркін сөйлеймін. Ыбырай атамыз қазақ жерінде алғаш рет қазақ мектебін ашып, оқулық жазып, ағарту ісіне бар күш-жігерін жұмсады. Оның педагогикалық мұрасы мәңгі рухани азық. Ағартушы ғалым қазақ жастарын оқуға, көкірегі ояу, көзі ашық буынды тәрбиелеуге талпынды. Келешегін ойлаған кемел бабалар мұраты әлі де өзекті болып тұр. Тіпті қазіргі жастарға өте көп кітап оқу керек. Оқыған ел озар. Осы тұрғыда кітап оқитын ұлт ағартушылық жобасы дер кезінде қолға алынған игі бастама деп ойлаймын. Осы жобаға өзімде, шәкірттерімде қатысып жатырмыз. Бір Аллаға сыйынып, келі балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры бастасаңыз аллалап. Оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Келі балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар.